Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте керемет ерекше пирогтың рецептімен бөлісем. Яғни бұл рецепттің ерекшелігі осы фантамен жасалынады пирогымыз. Ең алдымен бізге қажет заттар 3 жұмыртқа, фанта қажет, шекер қажет, қант, ұн қопсытқыш қажет, сұйық май қажет, ұн қажет. Осы ингредиенттердің барлығын мөлшерін мен осы видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей жұмыртқамыздың қантымызды жасап аламыз. Осындай өлшеуіш затымызбен, яғни құралымызбен фантамызды өлшеп құямыз. Яғни 200 граммдай, 200 миллилитрдей фанта құямыз. Мінекей 200 миллилитр фантаны құйып алдым. Енді жұмыртқалы мастамызды құямыз. Тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. Мінекей араластырып болдық. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды салып, массамызды қасықтың көмегімен араластырамыз. Мен осындай бір пачка разрыхитель қолдандым, ұн қопсытқыш. Ұнымызды азын-азын салып отырып араластырып аламыз. Келгі масса шығуы қажет. Енді табамызды дайындап 180 градуста пісіріп аламыз. Мен осындай 22 диаметрлі форманы қолдандым. Осы шет-шеттерін майлап аламыз. Себебі қазір пирогымыз жаппай салыну үшін. Ет үшін осыны апельсин қолдандым. Қабығын ашып
бар заттардан жасалынатын пирог өте оңай, бар жоғы 20 минут уақытыңызды алады. Жасап көруге кеңес берем сіздерге. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңырау басып қойыңыздар. Күнделікті жаңа рецепт шығады менде.